Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айнұр, және бүгінгі видеода мен өзімнің туған күніме берілген сыйлықтарды сіздерге көрсететін боламын. Егер сіздер білмесеңіздер, 13 тамыз күні менің туған күнім болды, және де мен 13 жасқа толдым. Маған өте көп сыйлықтар берді, және сол сыйлықтарды сіздерге бүгінгі видеода көрсететін боламын. Ең бірінші сыйлық, оны маған атам беріп кеткен болатын, 5000 теңгені. Себебі менің басқа іні сіңлілерімнің туған күні менің алдымда өтіп кетті. Сол кезде атам оларға сыйлық беріп үлгерді, ал менің туған күніме беріп үлгермегендіктен маған 5000 теңгені беріп кетті. Апам маған осындай кітап берді. Осындай 2 кітап. Жалпы бұл кітаптарды мен өзім таңдап алған болатынмын, өзімнің талғамыма қарай, өзімнің вкусыма қарай. Және бұл кітаптар маған өте қатты ұнады. Мен де бұл кітап оқығанды жақсы көремін. Сол себепті апама маған сыйлық берсеңіз, кітап сыйлаңызшы деп айттым. Аптаны бірге жоспарлаймыз, айды бірге жоспарлаймыз деген видеолардағы мен сіздерге көрсетіп жүрген осы планерді де апам сыйлаған болатын. Бірақ та оны кішкене ерте сыйлады, себебі менің алдыңғы блокнотым тез бітіп қалды. Сол себепті шұғыл түрде осы планерге тапсырыс беру керек болды. Мен апама өте көп рахмет айтамын. Маған бұл сыйлықтар жалпы өте қатты ұнады. Сол себепті атам мен апама алғысым шексіз. Осы сыйлықтар ол менің мамамның берген сыйлықтары. Бірінші берген мамамның сыйлығы ол осындай бетке қыстыратын ткановый маска. Яғни бұл жүзім және анар жемістері қосылған ткановая маска. Осындай крем берді. Яғни ол жазда жағып жүруге арналған осындай крем. Маска және креммен қоса мамам осындай 3000 теңге берді. 3000 теңгемен бірге маған торт сыйлаған болатын. Яғни менің туған күнім бір түрлі болып қалды. Уақытымыз болмай қалды. Сосын біз дүкеннен бір торт ала салдық. Оны маған мамам сыйлық ретінде берді. Міне осы тортты сыйлады мамам. Біз оны жеп қойдық. Менің сіңілім, яғни туған Балнұр деген сіңілім, өзі кішкентай болса да, өзі 6 жаста болса да, маған бір күлкілі, бір жағынан қызық сыйлық берді. Осындай. Бұл үй, және мына жерде осындай торт бар. Арт жағында осындай қыздың суреті тұр. Жалпы өте әдемі көрінетін сурет. Сіңілімнің өз ниетімен, шын таза жүрегімен салған суреті, ол да керемет. Өте бір өзіңнің кішкентай балалық кезіңді, бір кішкентай кездеріңді есіңе түсіреді осындай суреттер. Сол себепті мен сіңіліме өте қатты қуаныштымын, өте қатты рахмет айтамын. Анама да сондай рахмет, алғысым шексіз. Сымбат жеңгем және Асқар ағам бар. Олар маған туған күніме 5000 теңге сыйлады. Себебі олар менің талғамымды, менің неге қызығатынымды білмейді. Сол себепті маған 5000 теңге берді. Жалпы мен көбінесе ақшалай сыйлықтарды жақсы көремін. Себебі ақшалай сыйлыққа мен кез келген өзім не қалаймын, соны ала берем. Яғни Меруерт деген жеңгем және Айдын деген ағам, яғни кіші ағам, маған туған күніме 5000 теңге сыйлады. Және онымен қоса өте дәмді торт әкеп берді. Біз оны өкінішке орай 16-сы күні жеп қойдық. Жалпы өте дәмді торт болды. Сіздер оның суретін қазір көресіздер. Туған күніңменен, туған күніңменен, туған күніңменен. Мен жеңгелеріме де өте көп рахмет айтамын. Осындай мен үшін ең бір өте маңызды, ең бір өте керемет мейрамда мені сыйлап, күшті сыйлықтар берген үшін. Менің ең жақын туысқаным, былайша айтқанда менің жан досым сияқты болып кеткен туысқаным бар, Гаухар деген.
және ол маған осындай өзінің ата-анасына осындай тәтті беріп берді. Ол өкінішке орай басқа жерде тұрады, менен алыстау тұрады. Ол маған осындай мармелад сказка деген кәмпитті тарту етті, фруктовый, өте дәмді. Біз оның көбісін жеп қойдық. Ең соңғы берген кісінің сыйлығы ол осындай гүлдер, бірақ қурап қалды. 13 тамызда берілген гүлдер. Одан бері 4 күн өтіп кетті, ол қурамағанда қайтсын. Сондай әдемі гүлдер берді. Және осындай шампунь мен осындай әдемі жұмсақ орамалдарды сыйлық. Бұл шампунь осының ішінде болатын, бірақ та мен оны ашып тастадым, ішінде орамал ма не деп көрейін деп ше. Сосын мен оны қайтадан дұрыстап әдемілеп салмай қойдым. Бірақ Гаухар досыма және Құралай тәтеге де өте көп рахмет айтамын. Бастысы сіздердің жылы лебіздеріңізге, өте бір әдемі сөздеріңізге және ең бір көздің жауын алатын сыйлықтарыңызға өте көп рахмет. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көрем. Барлықтарыңызды өте қатты сыйлаймын. Сол себепті осындай сыйлықтарға өте көп рахмет. Осы видео аяқталды. Отбасымызбен бірге осы жылы менің туған күнімді тойладық. Және барлық менің сіңілерім барлығы келді, аға, жеңгелерім. Сонымен бірге туған күнді өте керемет қылып тойладық. Апам бізге пицца пісіріп берді, сондай-ақ апам маған тәттілер сатып алып берді. Жеңгем торт алып берді, ағам екеуі. Мамам да торт алып берді. Видеоға лайк басып, менің инстаграмыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айнұр. Ендеше сау болыңыздар.